Эко-әдеттер. Қоршаған ортаны қорғау керек дегенді бала кезімізден естіп келеміз. Бірақ адамдар әлі күнге дейін бұл мәселені тым қиын деп санайды. Қоршаған ортаны қорғау туралы айтқанда, адамдар Грета Тунберг немесе Greenpeace сияқты танымал белсенділерді ғана есіне алады. Бірақ олардың әдеттері қоршаған ортаны қорғауға көмектесетіні ескерілмейді. Қасым-Жомарт Тоқаев әртүрлі деңгейлерде қоршаған ортаны қорғау мәселелерін бірнеше рет көтерген. Ал 2020 жылы президент үкіметке жастардың экологиялық тәрбиесіне көңіл бөлуді тапсырды. Біз қазақстандық жастарға не үйрете аламыз? Экологиялық әдеттер бұл қоршаған ортаға тигізетін теріс әсерді азайту үшін күнделікті өмірдегі әрекеттер. Олар өте қарапайым және көп күшіңізді жұмсамайды. Мысалы, бір термосты пайдаланып, сіз жыл сайын пластик пайдалануды шамамен 2,5 килограммға азайтасыз. Ал пластик биологиялық түрде ыдырамайды және қоршаған ортаға теріс әсер етеді. Бір рет қолданылатын ыдыстарды пайдалану үлкен экологиялық проблемаға айналды. Мамандардың айтуынша, әлемде жылына бір адамға шамамен 88,5 килограмм пластик ыдыс келеді. Сондай-ақ, пластикалық пакеттердің қандай зияны бар екенін бәрі бұрыннан біледі. Әрбір қазақстандық жылына 500 пакетке дейін пайдаланады. Балама ретінде сізге эко-шопперді пайдалануға кеңес береміз. Пластикті қайта өңдеудің маңызы зор. Қоқыстарды сұрыптап, әр уақытта кәдеге жарату үшін тиісті контейнерге тастау керек. Оған қоса, пластикті қайта пайдалануға болады. Сіз тек бөтелкелер мен пластикті ғана емес, сонымен қатар қағазды, шыныны, батареяларды, киімдерді және тіпті металдарды да қайта өңдей аласыз. Тағы бір маңызды экологиялық әдет – су тұтынуды азайту. Күн сайын бір адам күнделікті заттарға орта есеппен шамамен 150 литр су жұмсайды. Ал айына бұл көрсеткіштер 4935 литрге жетеді. Статистикаға сәйкес, қолды жуу үшін шүмекті 1-2 секундқа ашқанымыз жеткілікті. Бірақ көбінесе немқұрайлы көзқарасымыздан қанша су ағып жатқаны туралы ойланбаймыз. Бірақ қолды жуған сайын су ағынын өшірсеңіз, қолыңызды әр жуған сайын судың 90%-дан астамын үнемдей аласыз. Қуатты үнемдеу де қоршаған ортаны қорғауға үлкен үлес қосады. Жарық пен электр құралдарын өшіру, энергияны үнемдейтін шамдарды пайдалану, коммуналдық төлемдерді үнемдеп қана қоймай, планетамызға да көмектеседі. Бүгін үтікті розеткадан ажыратуды ұмытпадыңыз ғой, солай ма? Маңызды экологиялық әдеттердің тізімі өте үлкен. Олардың барлығы табиғатты, денсаулығымызды қорғау үшін ғана емес, болашақ ұрпаққа да көмек ретінде өте қажет.